Бүгін сіздермен самса пісіретін боламыз. Балалардың мектебіне бүгін жәрмеңке болады екен, соған мен самса пісіріп беретін боламын. Менімен болыңыздар. Алдымен таза суымызға осындай қойымыздың аппақ қана майларын салып, осылай қамыр етіп аламыз. Оны 3 томпаққа бөліп аламыз. 3 томпақты үлкен етіп жайып, арасына бана қойдың аппақ майларын жағып шығамыз. Осылай менде біріншісі үлкен болды, екіншісі кішкене болды. Кішкене болды деп уайымдап жүрмеңіздер. Оны былай созып бірдей қылып қоя саламыз. Ештен кетпейді. Қамыр деген созылып кете береді. Осылай домалатып осылай жылан пайда қыламыз. Жыланымызды холодильникке жіберіп, картошкамыз бен сәбі пиязымызды жешіндіріп аламыз. Жешінген картошкаларымызды ағын суға шомылтырып, киімсіз қалған картошка мен пиязымызды ұялмасын деп майда-майда етіп турап тастайтын боламыз. Дайындап қойған етімізді де үстіне салып, майымызды, тұзымызды, бұршымызды салып араластырып қоямыз. Осылай кеше холодильникке салып қойған жыландарымызды алып, бөлшек-бөлшекке бөліп тастайтын боламыз. Енді онымызды ұнға балып алып, домалақ етіп жаямыз. Жайылған қамырлардың үстіне салмамызды салып, осылай түйіп шығамыз. Егер түйе білмесеңіздер, YouTube каналдан қарасаңыздар болады, толып отыр қалай түйу керек екен. Түйіп қойған самсаларымыздың үстіне тауықтан прокатқа алған жұмыртқаларымызды әдемілеп жағып шығамыз. Енді оны ысып тұрған духовкаға салып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне, менде дайын болды самсаларым, өте әдемі шықты. Енді жәрмеңкеге кеттік. Осылай жәрмеңке барсам басталып кетіпті. Осылай өзім де түк көрмегенде бәрінен сатып алып алдым. Екі баламды да әрең тауып, мына адамның ішінен олардың да жейтін затын алып, өзімізге осыларды алып, үйіме қайттым.